Ал сәлеметсіздер ме? Бір минут күттік. Әрі қарай мен өзімді таныстырып, сабағымызды, трансляциямызды бастап кете берейік. Бүгін бір қарқынды бір сұрақтың жауабын алатын видео түсірмекшіміз. Бұл жерде көбісі сұрап жатады, электронды лекала дегеніміз не? Яғни ол ақылы ма, ақысыз ба? Және ол программада жұмыс жасау оңай ма, қаншалықты оңай? Яғни көбісі жұмыс жасаудан бұрын моделированияны сұрап жатады. Мен моделированияны алып кете алам ба деп. Сол себепті бүгінгі трансляциямызда біз деген моделированияның основасын өтетін боламыз. Яғни қазір бір оңай бір бұйымды модельдейміз. Және сол бұйымның мен инструменттермен жұмыс жасау арқылы сіздер өз көздеріңізбен көресіздер. Оңай ма сізге, оңай емес па? Мүмкін зат бекен деген сияқты. Өйткені көп жағдайда бұны яғни аспан мен көктей көреді. Сол себепті сол мәселенің жауабын бүгін алатын боламыз. Және сабақты сіздерге трансляцияны жүргізетін мен Нарқыз Талғатқызы, осы электронды лекала курсының технологымын. Өзімнің бұл жолда жүрген тәжірибем 15 жылдай болып қалды. Өзім 16 жастан үлкен бір цехқа жұмысқа оқуға кірдім. Сол оқып жүріп 3 айдың ішінде бастығым мені жұмысқа қосып алды. 16-да болсам да қолымнан келіп тұрғасын қосып алды. Яғни ол кезде раскройщик деген болды. Раскройщиктің қасында да көп жерде көмектесеміз. Кейде бір раскройды қайталап қию үшін да көмек керек болатын болды. Сол жерде де жаңағыдай енді бір бастырған затты біз екінші матаға бастырып қиятын болдық ше. Бормен әрине сызатын болдық. Өйткені мысалға біз артқы бой екеу болады. Мысалға артында тігісі болса 2 деталь. Соның выточкасын бір жағынан екінші жағына көшіру үшін де біз бір-біріне былай сызып келтіреміз. Сол сияқты екінші изделиені солай келтіретін болдық. Яғни тура бір басынан аяғына дейін сызбасақ та біз сол сызбаны қайтадан көшіріп орындайтынбыз. Сол маған өте үлкен көмек берді деп ойлаймын. Қазіргі таңда көп киімдердің пішімін оңай табамын, дизайндарды бірден түсінемін, яғни киімнің скелетін көре аламын деген секілді көптеген жаңағы мүмкіндіктерім бар. Жарайды, біз деген қазір киімімізді бастай берейік. Яғни өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай, мінекей мынау программа, ол официальный сайттан жазып аламыз. Айма-ай төлейтін ақысы жоқ, яғни тегін пайдаланасыз. Өзіңіздің кез келген фантазияңызды осы жерге түсіре аласыз. Яғни бұл жерде біздің курстан оқып бітіргендерден кішкентай адамның киімінен бастап жануарлардың киіміне дейін жасағандар бар. Яғни одежда для кошек, собак деген бар ғой, сондайлар да бар. Тіпті ол былай тұрсын үлкен мишка, тедди жасап жатқандар да бар. Яғни балалардың аксессуарлары, бесік жасауы, яғни тақиядан бастап өте күрделі немесе фантазияға байланысты көп зат шығарып жатқандарымыз бар. Яғни бұл программа осы өзінің бір сол жағында тұрған барлық инструменттерді қамту арқылы көптеген заттарды жасауға мүмкіндік береді. Соңына дейін қараған адамдарға біздер сыйлыққа тегін сабақ береміз. Көріп тұрғандарыңыздай, сол жағында инструменттер, ортасында менде жұмыс үстелі. Бұл жұмыс үстелінде менде уже сызулы база тұр. Осы базалардың барлығын сіздерге толық электронды лекала сабағымызда үйретіледі. Бірақ та сізге электронды лекала курсы керек еместігін анықтау үшін қазір біз кішігірім моделирование жүргіземіз. Осы моделированияда мысалға қазір выкройка, фоновый изображение қосуға болады. Окей деп, қазір осындай бір корсет сызатын боламыз. Мынаны кішкене алыстатайын. Неке, осындай корсетті қазір сызып шығаратын боламыз. Неке. Бұл классикалық жаңағыдай корсет. Бұл корсет көптеген киімдермен келе береді. Және бұның деген спортивті түрі де бар, классикалық түрі де бар, casual, және тағы да авангард стилінде де әртүрлі қылып жасай беруге болады. Бұл сондай бір өзі
база болып саналады. Әрине моделированный басқа да түрлері бар, бірақ біз осы ең оңайынан бастаймыз. Бірақ біз мына бір жағынан емес, кішкене төбесінен байлауды ұсынамын. Өйткені біз сызбада өзіміз қалай қатейміз, солай өзгертуімізге болады, және соған қазір сіздің көздеріңіз жетеді. Ең алғашқы, мысалға мен өзімнің размерімді таңдаймын. Мына бір жерде мысалға мен 44 деген таңдадым. Рост 164. Бұның барлығын таблицаға толтырып жазамыз, яғни ішіне біз өзіміздің меркілерімізді енгіземіз. Бұл жерде градацияға салуға да болады, немесе бір размермен де жұмыс жасауға болады, индивидуальныймен. Қазір менде градацияға салынған, яғни градацияға салынған дегеніміз, мына бір жерден мен әртүрлі размерлерді таңдай аламын. Өйткені мен өзім таблицаны градацияға салып толтырдым. Яғни размерден размерге ауысып отыратын цифрлардың барлығын енгіздім. Оны қалай жасау керек, тоже біздің сабақта бар. Тегін сабаққа да мен сіздерге таблица толтыру тейп сабағын қостым. Тейп деген осы тоже Валентинаның бірге жүретін программа. Валентинаның өзін жазып алсаңыз, өзі 3 иконка шығады. Сол 3 иконканың бірі тейп. Барлығы бірге жүреді, бөлек-бөлек жазылмайды. Яғни сіздер бөлек-бөлек оны іздемейсіз, уайымдамаңыздар. Мінекей мынандай омырауына мен круглый салып қойдым. Бұл кругты өте оңай сызу. Мысалға қазір мен удалить етіп тастаймын. Мына бір жерде біз мына бір сызықты центр грудьпен табамыз. Ол үшін мен қазір дуга инструментін аламын да, не простой дуга. И осы жерде міне G6, яғни қымтырмамның, выточкамның ұшын басамында радиусқа, мысалға мен центр груди таңдаймын. Так, бұл жерге мінекей өлшемдерім бәрін мен енгіздім. Центр груди кішкене -1 деймін, өйткені маған сәл ғана жетпей тұрғаны керек. Мына жерден сәл ғана жетпей тұрғаны керек. Мінекей 0,0 деп жаздым, яғни 0 градустан маған айналып 0 градусқа түскені керек. Сол себепті мен 0 деп жаздым. Стиль пера үзік-сүзік. Окей. Мінекей осымен менің омырауымның жаңа шеңберін шығардым. Әрі қарай маған мысалға мына бір выточка керек емес. Так, мына выточканы, төмендегі выточканы қолдансам да болады. Точка инструментіне барамда, бұл жерде точка вдоль точек деген бар. Алдағы уақытта сіз бұл инструменттермен танысатын боласыз. Екі иықты мен теңестіріп алам. A4-тен P1-ге дейін жүремді. FX. Ширина плечке барам. Мінекей. Осының өзі маған жетеді. Окей дейм. Применить. Мінекей менің иығым мына жерде соңғы нүктесі. Міне. Әрі қарай. Так. Мінекей. Мына бір нүктемді шығарып алдым да. Осы бір иықтың жоғарысынан екінші жағына да мен дәл сол ширина плеч салам. Өйткені мен екі иығымды теңестіруім керек. Мінекей. Мына бір жерде менің теңескен иығым тұр. Мінекей. Әрі қарай қолтық ойындысын сәл ғана төмен түсіруге болады. Өйткені мына жерде бізге яғни қатты қолтық ойындысына жақындап кетпеу үшін сәл ғана түсіреміз. Оны тоже точка вдоль точекпен G2-ден T10-ға дейін примерно 1 см түсеміз. Мінекей. Окей. Мына жерге қояйын. Екі рет шылчок болғанға бізге алыстап кете береді, сол себепті осылай болып жатыр. Әрі қарай G2-ден артқы бойдың жанынан тағы да 1 см түсіреміз. Яғни мынау бізде жан тігістері. Жан тігістерінен де мен 1 см түсіріп алдым. Әрі қарай так, точка вдоль точка арқылы мен мына бір иықтың шетінен мойынға дейін 1 см көтерілем. Окей. Тіпті бұны удалить етіп тастап, қараңыз, былай да жасауға болады. Мына бір ширина плеч таптым ғой, содан мен -1 деп алып тастауыма болады. Яғни мен кез келген уақытта өзімнің формуламды өзгерте аламын, Мінекей. Және артқы бойдан да тағы да ширина
плеч минус 1 десем де болады. Мінекей. Әрі қарай осы минус 1-ден мен мына қолтық ойынысын қазір сызатын болам. Яғни простая кривая инструменті арқылы мына бір иықтан мына бір 109-ға дейін жүрем. Яғни алдыңғы бойдың жан тігісіне дейін. Және қолтық жаңағы немді сызып алам, ойындысындағы. Мінекей қолтық ойынысын сызып алам. Егер shift'ті басатын болсам, менде мына бір узелоктарын 45 градуспен қозғалады. Мінекей соңында ескере отырып, мен қазір осындай сызық сызып алам. Так, алдыңғы бойды мен розовыйға айналдырайын, артқы бойды көк сызықтармен сызайын. 110 иық, мінекей. Барлығын осылай сызып алам. Артқы бойдан да, алдыңғы бойдан да. Артқы бой менде көк болады, мінекей. Артық сызықтарды мен добавить группу, новая группа десем де болады, мінекей мынандай. Немесе отменить жасаймын да, мен новыйдан операция бөліміне кіріп көзді таңдаймын. Яғни маған бұл жерде өзіме мешать ететін немесе көздің жауын алып шатастыратын сызықтарды мен всегда группа невидимыйға салып қоя алам. Сол себепті мен осы невидимый таңдаймын да. Контрол арқылы, контрол бізде shift сияқты жұмыс жасайды. Яғни бір затты бірнеше букваларды алуға рұқсат етеді. Яғни осы жерде мешать етеді деген мысалға сызбаларды мен алуыма болады, мінекей. Интерді басамда, қазір бұл жерде спрячу деп жазып қойым. Осының барлығын мен тығып қойғым келеді, мінекей. Енді көріп тұрғандарыңыздай, мынаның барлығы жоғалған жоқ. Өйткені көбісі қалай мен барлығын жасадым, болмай жатыр деген сұрақ болып жатса, мына бір жерде, мінекей, оң жақта төменде новая папка және спрячу деген жаңадан создавать еткен папкам бар ғой. Соның көзі ашық тұр. Үстінен бассам көзі жұмылып тұрады, мінекей, қап-қара болып. Сол кезде ғана мына бір жердегі артық заттар кетеді. Соны ескересіздер. Добавить группу, спрячу деп алдағы уақытта осының барлығын басып отырсаңыздар болады. Әрі қарай мына бір алдыңғы бойдың сызбасын сызатын боламын. Так, точка вдоль точка арқылы мен G1-ден кішкене жоғары қарай көтерем. Өйткені мына бір G сызығы менің қолтық ойындымен бірдей, яғни мына жерден былай келеді. Егер мына жерден мен сызығым басталатын болса, менің омырауым көніп қалатын болады. Мысалға мен джинсыдың өзімен де кигім келеді, немесе прозрачный футболкамен, блузкалармен кигім келетін болса, бұл жер маған қатты ашық болады. Кие алам дегендер бар, әрине, немесе кәдімгі рубашкамен кием дегендер бар, өте әдемі болады былай тұрса да. Бірақ маған чуть жоғары болғаны өзім қалап тұрмын. Сол себепті мен мына бір G1-ден жоғары қарай примерно бір 5 сантиметр көтерем. Окей деймін, саған міне. Тұрған жері ұнайма, ұнамайма қарайым, ұнамаса мен тағы да көтерем 6-ға. Мінекей 6 сантиметрге көтердім. Әрі қарай точка вдоль точка арқылы мен екі иықты бір-біріне теңестірем. 104-тен A4-ке қарай жүрем да, мысалға иығымның қалыңдығы 4 см болғанын қалайым, немесе 4,5, 4,5, окей батырмасын басам, мінекей. Так, тип линия тіке сызық болады. Осы жерді мысалға 107 мен 112 линиясы бар, я. Екінші жаққа мен 4,5 деп жазсам да болады, немесе формулаға енгізсем болады. Яғни мына бір сызбаны мен мына жерге теңестіріп қоюыма болады. Длина линияға кіремін. Бұл жерде мысалға 107 деген сан бар екен, сол 107-ні басам, мінекей 107, 112 деген линия бар. Осы линияны мен алып бір-біріне теңестіріп алам. Окей. Окей батырмасына басам, екінші жағынан дәл сол сызба менде шыға келді. Әрі қарай кривая инструментімен алдыңғы бойды сызып алам. Мінекей. Осылай ашықтау қылып жасап алам, мінекей. Өзім қалағандай ашықтау қылып жасап алам, мінекей. 4,5 маған өте үлкен сияқты. Сол себепті мен бұны 4-ке айналдырам, мінекей.
өйткені мынаның өзінде, суреттің өзінде бір 3 сантиметр секілді, бірақ 4 сантиметр деп жаза берейін. Өйткені мата бізде көбінесе, яғни Қазақстанның нарығында мына бір гобелен деген мата бар. Сол гобелен деген мата көбінесе қатты сетінейді, но көп адамдарға бірінші моментте сол гобелен матасы ойға келеді, яғни корсет дегенде гобелен келеді. Біз конструктор сондай моменттерді әрдайым байқап бақылап отыруымыз керек. Біз өйткені қандай матамен тігеді, бізде нарықта қандай мата бар, мата қалай отырады, қаншалықты жаңағы өзінің свойствосын жоғалтады, тіккенде, үтіктегенде, влажная обработка, при шитье, при стирке деген сияқты соның барлығын ескере отырып, клиенттің немесе клиенттің техникасын сұрап, біз оған сызбасын дайындап беру керекпіз. Немесе жай ғана логически өзіңіз ойласаңыз да болады. Мысалға, гобеленмен жұмыс жасағасын, көбінесе сетінейтін болғасын 4 сантиметрден мен кем алмай отырмын. Егер клиентке жасайтын болсаңыз, сіз алдын ала сұрап алсаңыз болады. Сіз қандай матамен жұмыс жасайсыз? Осындай гобеленім бар еді, яғни ана жылдан бері жатып қалып еді, наурызға көп алып қойып едім деген сияқты бір моменттер болып жатса, гобелен десе уже сіз сәл ғана көп ала берсеңіз болады. Суреттен көрсетілгеннен көптеу қылып. Бұрын біз ательеде жұмыс жасаған кезде, мысалға, клиент келіп тұрады, міне маған мұншалықты қысқарту керек, қара, мынау деген 5 сантиметр деп. Бер жағы 5 болса, әр жағы 10 сантиметр маған болмау керек деп кәдімгідей айтып кетеді. Білмейтін мастер 10 сантиметр алып тастайды, бірақ клиент келгенде ол сыймай қалады. Неге? Өйткені мата қиғанда структурасын өзгертеді. Сол себепті, мысалға, маған мынанша аласың, мынанша деген кезде, деймін да, 5 сантиметр көріп тұрмын ба, мен 2 сантиметр минусовать етем, 3 сантиметр мен тігіп берем. Келген кезде, клиент келген кезде, дәл өзі мен айтқандай 10 сантиметр алдыңыз ба дейді, мен айтам, 10 сантиметр алдым деймін. И клиент довольны болып кетеді. Егер мен шын мәнінде 10 сантиметр алып тастасам, бұл клиентке жабысып, өзіне ұнамай қалатын еді. Сондай моменттерді біз бұл жерде де меңгеріп отыру керекпіз, аңғарып отыру керекпіз. Сол себепті мен 4 сантиметр бұл жерге беремін. Егер дак матасымен тіксе, бұл жерде дак пен велюр қосылғаны көрініпті суретте, бірақ тағы да басқа маталар қосып жатса, 4 самый нормальный. Әрине тігіске орын береміз, соның өзінде, бірақ 4 өте жақсы келіседі. Тіпті жаккардпен тігем деген кезде, влажная обработка кезінде жаккард отырады, жымается. 3 сантиметрден жоғалтып 2,5-2 сантиметрге дейін айналуға мүмкіндігі бар. Көп жағдайда сондай моменттерді біз біліп отыруымыз керек. Араларыңызда мастер-класс түсіретіндеріңіз болса, құлақтарыңызға алтын сырға, өйткені ол жерде новичоктар тігеді. Новичоктарға осы білімдерді ақтара отырсаңыз, олар сіздерге мәз болып, қуана біліміңізді қабыл алатын болады. Сол себепті сондай моменттерді новичоктарға айтып отырсаңыз, сіздерден де ертең көрмейтін болады. Өйткені мастер-класс сатып алса да, мінекей сіздің айтқаныңыздай шықпады, бұл не деген сабақ деген сияқты адамның түрі бар дегендей, бірақ та сіз алдын ала осындай моменттерді аңғарып отырсаңыз, ештеңе болмайды. Алдыңғы бойдың кривойын мен розовыйға айналдырамын. Мінекей, әрі қарай сызбамызды жалғастырайық. Алдыңғы бой, мінекей, менде сызбасы уже көрініп келе жатыр, қайсысы не болып жатқасын. Точка инструментімен енді Т1-ден талиядан төмен қарай түсем. Өйткені суретте көріп отқандарыңыздай, примерно жерді түсірейін, мен қарайым. Көріп отқандарыңыздай сәл ғана төмен түседі. Мінекей, көрдіңіз ба? Алды дөңгеленіп, яғни низ живота осылай түсіп тұру керек. Бұл үшбұрыш болған тоже өте жақсы, өйткені бұл адамның силуетін көрсететін болады. Яғни корректировать етпесе де болады ғой. Мысалға, полоску егер былай кисек, біз киімді, ол адамды толықтырады. Полосканы былай кисек, ол адамды арықтатады. Сол сияқты бұл да визуальный силуэт береді. Соны ұмытпауымыз керек. Әрі қарай, мысалға, мен 7 сантиметр алдым. Мына талия менде қалай береді нүктесі. Мына бір жерде енді аралығы бір талиядан былай қарасақ, енді 7 сантиметр болатында секілді. Өзім солай көріп тұрмын, немесе 5 сантиметр болуы мүмкін. Бірақ маған өзіме 7 сантиметр ұнап тұр, мен 7-ні қалдыра берем. Яғни кривая арқылы екі жақты қосам, мінекей, талиямен бірге. Жаңағыдай өзімнің
shift арқылы жанға ровно өзгертем. Астыңғы жақтан да тоже shiftпен осылай өзгертем. Мінекей, тіпті осының өзінде маған сәл ғана кішкентай секілді болып тұр. Қазір жан тігісін былай кішкене созыңқырайын, сол кезде көрінетін секілді, Мінекей. Кривойды розовыйға айналдырам. Яғни менің көзім шағылыспау үшін алдыңғы бойдың детальдары розовый болады. Мына бір жерде өзіңізге ұнаса, кривойыңыз қалдыра берсеңіз болады, немесе регулировка жасасаңыз болады. Мысалға 7 сізге аз көрініп тұрса, 9-ға өзгертсеңіз болады. Мінекей төмен түсті, бірақ мен 7-ні қалдыра берем. Сіздерге все возможности көрсетіп жатырмын, өйткені әр адамның стилі әртүрлі. Тіпті клиенттің стилі өзіңізді шокқа келтіруі мүмкін. Мысалы, маған осындай керек деп, тіпті техникаға жатпаса да, біз кейде соны клиент үшін жасап жатамыз, ондай моменттерде болған шығарсыздар. Мінекей, сосын мына бір кривойлардың жандарын мен неге 90 градуспен жасап жатырмын через shift, потому что бізде каждый киімнің 90 градус бұрышын сақтау керек. Именно киімнің бұрыштарын. Сол себепті мен жаңағыдай жасап жатырмын. Так. Кривойларын дұрыстап алам қазір. Әрі қарай, енді алдыңғы бойда бізде тігістер бар екен көріп тұрмыз, Мынау бізде цельный алды, бірақ орталарына бізде корсет қойылған, То есть корсетный косточка қойылған. Сіздер киім 2 қабат болса, тігіс салып, арасына косточка сала қойсаңыз болады. Және мына бір жанынан мінекей сразу мына жерден қиылған. Әрі қарай, так, кривойымды қарайым, мына бір жерден менде төмен түседі екен. 109 бен, так, 108. Егер кривойда маған мына жерге бір сызу үшін, мен мына бір толық кривойдың өзін алып, қайттан содан минусовать етуім керек, Сол себепті, мысалға мен өзіме мына бір екеуінің расстояниясын, яғни стрелкасының направлениесін өзгерткім келеді. Сол үшін мен параметріға кіремда, начальная точка менде 109-ға айналдырам. 108 емес, 109. Вторая точка 108 дейм, яғни маған керісінше направление керек, чтобы мен тез-тез жаңағы өзімнің формуламды жаза қоюға. Окей формуласын басам, бірақ қазір менде кривойларым өзгеріп кетеді, өйткені 2 точкасының кривойлары настройкасы менде бұрынғыша тұр. Сол себепті мыналар міне осылай өзгереді. Жақындатамыз да осыларды реттейміз. Яғни мынандікі тіке болып кетті, тіке менде астыда болды ғой, мінекей. Бұны мен астыға жіберем. Ал мына бір жанға түсіп тұрғанды мен тіке қылам. Мінекей. Дұрыстап алдым. Әрі қарай разделить кривую инструмент арқылы мен примерно 8 сантиметр көріп тұрмын. Мінекей мына жерде тұр, Ал мына суретте мына бір жанында тұр примерно 8, значит көп. 6 дейік. 6 мне нормально. Мына бір жерден қазір разделить кривую дейм, мінекей басамда. Примерно мына жерге дейін келу керек, маған кішкене қисық болу керек. Бұл, яғни айтқанымыз, жаңағы тігістер, тіпті қисық тігістер үшбұрыштың өзі алдыңғы бойда тұрса, мойынды ұзартады дейміз. Сол себепті мына жерден болса, ол біздің кеудемізді ұзартып, омырауымыздың формасын әдемі келтіру жаңағыдай эффект береді. Сол себепті мен қиғаш қылып алам қазір. Длина примерно 15 қылып алайық. Применить. Окей дейміз. Так, линия инструментімен тіке сызып аламыз, мінекей. Так, розовыйға ауыстырайын, мінекей. Осылай қалдырсақ та болады алдыңғы бойды. Мына алдарына тігіс енгізесіздер сосын. Немесе бұл жерге косточканың орнын салып қоям мен қазір, өйткені ол керек зат деп ойлаймын. Ортасы бізде сгибқа кетеді. Екі алдыңғы бой мен артқы бойдың барлығын қосып алғаннан кейін, орталарына екі жақтан былай тігіс жүргізгеннен кейін біз косточка енгізіп салып қоюымызға болады. Немесе сәл ғана жаңағы екінші косточкасының орнына біз
қиып тігіс орнатсақ та болады. Олны сіздерге деталь бөлімінде қазір көрсететін боламын. Так, кривая. Мінекей, разделить кривую примерно так 6-7 сантиметр болып қалады. Так, 8 келеді. Мінекей 8-дің маған тұрған жері ұнады. Разделить кривую төменгі жақтан примерно 4 сантиметр алам шығар. Мінекей 4 сантиметр немесе 5. Осының тұрған жері ұнайды маған. Так, линия инструмент арқылы екі нүктені қосамыз да қараймыз көзімізге. Мінекей цветін розовый қыламыз. Міне маған тұрған силуэті ұнайды және өзінің қиғаш тігістері арқылы талиямызды кішкене жұқа қылып көрсетеді. Әрі қарай осы бір алдыңғы бойды қазір біз детальға алайық. Деталь инструментіне барамыз. Мінекей Интер басамыз. Так, мына жерге полочка бок тене. Окей. Так, егер бізде кривой против часовой болса, біз оны через shift аламыз. Яғни shift'ті басып тұрамыз. Бір басып қоймаймыз, басып тұрамыз да криваемізді басамыз. Мінекей. Қалғандар барлық орнында. X. Полочка. Центр. Окей. Және внутренний контур дейміз. Мына бір сызығымызды біз внутренний контурға айналдырамыз. Интер, тип пера, үзік сызық мысалға, деталь, полочка, центр. Мінекей. Окей, батырмасын басамыз. Детальға барып қараймыз. Мінекей. Уместить. Мына бір рукавтарды өшіріп тастайын. Мынау жаңағы айтылған корейский техникадағы рукав. Уместить. Мінекей, біздің алдыңғы бойымыз екі осындай детальдан тұрады. Уже жарты сағат өткен екен. Сіздердің іштеріңіз пыспау үшін қазір осы детальды тігіске айналдырып, тігіске орын қалдырамыз. Және осы лекалыны артқы бойымен бірге сіздерге сыйлыққа беретін боламыз. Сабақтың жалғасы конференция. Қосылған конференцияда, яғни тегін сабақтың ішінде болатын болады. Сол себепті бұл сабақты соңына қарай қарау мүмкіндігіңіз бар. Мінекей параметры. Пропуски на швыға барамыз. Міндетті түрде галочкасын басамыз да, ширинасын 1 сантиметр таңдаймыз. Окей дейміз. Мінекей, көрдіңіз ба? Бізге шовқа орын қалды. Екінші жағында тағы да параметры, пропуски на швы. Так, галочкамызды қоямыз да. Так, окей батырмасын басамыз. Мінекей, енді бұл жерде бір нюанс. Менің алдыңғы бойыма тігіс қосылып тұр. Бірақ маған сгиб керек. Сол себепті мен параметрына барам да қазір. Мінекей, пропуски на швы деймін. Яғни менің нүктелерім қандай? А11 және А14. Мына жердегі узелокқа барамда А11 деймін. Бізде Валентина программасында көп инструменттер по часовой стрелке жұмыс жасайды, ал дуга по градусу. Сол себепті мысалы 0 градустан санаймыз, ал басқалардың барлық по часовой. Сол себепті мен мысалға мына бір нүктеден после керек маған, яғни послеға мен 0 енгіземін. Және қазір применить деп қараймын. Мінекей. Применить. Мінекей, көрдіңіз ба? Тігіс алынды. Екінші А114, ол уже перед, то есть сағаттың соңында. Сол себепті мен передке 0 қоямда. Окей деймін. Мінекей. Осылайша менде алдыңғы бойды сгибке айналдырдым. Мінекей. Қарап отырсаңыздар, модельдеу ондай қиын емес. Яғни біз күнделікті өмірдегі матаға сызып жүргендей, қағазға сызып жүргендей техникаларды пайдаланамыз. Тек бір момент біз компьютердің инструменттері арқылы ойлау қабілетімізді дағдыландыру. Оны қалай дағдыландырамыз десеңіз, сіз тіпті осы курстың сабақтарын қайта-қайта сызу арқылы бізде деген барлық база бар ғой. Женский бар, мужской бар, детский бар, шалварлар бар, юбка бар, Соның барлығын сызып отыру, сіз бұл инструменттермен автоматически танысып кетесіз.
Әрі қарай сіз уже модельдеген кезде, мына бір инструмент бар екен ғой, мен сол инструментпен мына жерін сызайын, анау бар екен ғой деген сияқты тіпті өзіңіздің фантазияңызды енгізсеңіз болады. Өйткені оқушыларымыздың арасында біз ойламаған техникалармен, біз ойламаған инструментті былай қолдану керек деген сияқты возможностьтармен қолданып жұмыс жасағандар бар. Өйткені ұстаздан шәкірт озат демекші, сіз де өз ой қабілетіңізді дамытсаңыз болады. Бұл жерде көріп отқандарыңыздай программа тегін, тіпті мен интернетсіз қазір жұмыс жасап отырмын. Мына жерде интернетім сөніп тұр, компьютерімде. Бұл жерде яғни Валентина программасында сіз тіпті интернетсіз жұмыс жасай аласыз. Ендігі қазіргі сізге берілетін сыйлық, ол осы бір корсеттің лекалысы, детский, взрослый лекалы беріледі. Соның барлығын сіз өзіңіз үйде тігіп көрсеңіздер де болады. Қатысып эфирға кіргендеріңіз үшін рахмет. Бұл трансляция, яғни бұл лекалыны сізге тегін беріледі. Осы тегін жаңағыда лекалыны қолданып жұмыс жасап көріңіздер. Тегін сабақтарымыз беріледі. Компьютерлеріңізге қараңыздар. Кез келген компьютер келе береді. Мысалға менде де мынандай өзімнің компьютерім. Бұрын мен тіпті документ, тек қана офисный ноутбук болады ғой. Сондай ноутбукпен де жұмыс жасадым. Еш жері менде тоқтаған жоқ, еш жері бұзылған жоқ. Яғни болады зависать етеді деп ондай мәселелер менде туындаған жоқ. Тейпта, ручная раскладкада барлығы жұмыс жасап тұрды. Сол себепті уайымдамасаңыздар да болады. Сабақ қалай, сіздерге ұнады ма? Программаны өз көзіңізбен көрдіңіз ба? Оңай ма, оңай емес па? Былай қарап отырсаңыз, аспаннан ештеңе алған жоқпын. Барлығы тек біліктілік арқылы осы инструментте, яғни осы программада жұмыс жасағанымды ғана көрсеттім. Телеграмның ссылкасы бар, және де телеграмның QR-коды бар. Сол QR-кодқа өтіп, телеграмға кіріп алыңыздар. Өйткені трансляцияны қазір мен жабамын. Және де ең күшті сіздерге жаңалық, осы тегін сабақты бір күнде қарап үлгеруіңізге болады. Тіпті целый бір айлық курсты бір аптада үйреніп алғандар бар. Сол себепті мен сенемін, что бір күнде сіздер мына сабақты меңгеріп, қарап, тіпті шығарып алуыңызға болатынын. Соны қарап алыңыздар. Осы именно бүгінгі трансляция болған ханымдарға, бүгінгі жандарға 24 сағаттың ішінде скидка жүретін болады. Ол скидканы телеграм каналға салып қоямын. Сол себепті жіберіп алмаңыздар, сабақты қараңыздар, пайдалы білім болсын. Ортақ қосылған телеграмға да біз қазір жаңағыдай QR-кодты жіберетін боламыз, және ссылкасын жіберетін боламыз. Баршаларыңызға рахмет. Бүгінгі трансляция өте керемет өтті деген сенімдемін. Білім пайдалы болсын. Тіпті программамен өз бетіңізше жұмыс жасап кетуіме де болады-ау деген араларыңызда ханымдар болған шығар. Сол себепті сіздерге сәттілік. Біздермен курсты бізбен бірге жалғастырам деген ханымдар болса, менеджерге жазсаңыз болады. Сіздерге 24 сағаттың ішінде сабақты қарап бір шешімге келу мүмкіндіктеріңіз бар. Өте жақсы жеңілдікпен алып қалуыңызға болады. Өйткені қазіргі таңда бұрынғыдай күнде бізде сатылым жасамайды. Тек қана трансляциямен сатылым жасаймыз. Бұлай біз уже көп курсты жаңағыдай полкаға шығармаймыз. Үлгеріп қалыңыздар. Сау болыңыздар, сау саламатта болыңыздар, аман болыңыздар.